Ардақты ағайын, құрметті ақсақалды аталар, ақжауықты әжелер, ардақты ағалар, аяулы жеңгелер, іні қарындастар, замандастар, армысыздар, баршаңызды осы бір керемет залда тағы да көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс баршаңызға. Астана! Баршаңызды көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Сахнада жүргеніме 25 жыл болып қалыпты. 2000 жылы осы Астана қаласына келген болатынмын. Халықаралық шабыт фестиваліне, содан міне мемлекеттік филармонияда қызмет жасадым бірталай жыл. Одан жаңа Әзіл әлемі театр ашылды. Осы көпшілік ойлауы мүмкін, Әзіл әлемі театр тарап кетті ме деп. Жоқ, тараған жоқ. Енді театрдың өзі де 15 жыл болып қалды. Қазір 12 жігіт бір концертке сыймайтын болдық. Әрқайсысы қазір 10-15 минуттан айтқысы келеді. 5 минуттан ешкім әзіл айтып тұрғысы келмейді. Қазір әрқайсысы жеке концерт беретін, жұптасып концерт беретін деңгейге жетті. Келесі жыл театрымыздың 15 жылдығы, сол жерде Алла жазса бірге кездесерміз осындай керемет залда. Енді КВН сахнасында жүрдім көптеген жыл жаңағы. Қазір енді Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында сол 25 жыл қанша концерт берсем де, жеке концерт бергенімде 17-ші концертім екен. Қай уақытта көрсем де баршаңызды осы залда көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Рахмет баршаңызға. Осы 25 жыл болып қалыпты сахнада жүрген Тұрсынбегімізге деп келгендеріңізге мың алғыс баршаңызға. Енді қазір енді Астанаға келе жатармыз. Мен 25 жыл артқа қарай Батыс Қазақстан облысы Ақбатер ауылында туылған баламын. Енді үйде 6 баламыз, үлкен ағам 78, мен 79, менен кейін 80, 81, 82, 83, 84. Арасында пауза жоқ қой шіркін. Бір пауза жоқ қой, шүкір ғой, шүкір. Қазіргі заман болса бір нумерологқа барып, үйтіп, арасында бір 2-3 жыл салып, екінші бала, тағы бір 4-5 жыл салып, үшінші бала. Сол кезде біздің ата-анамызға шүкір Аллаға. Қазір 6 ағайындымыз, иә. Сол мен Ақбатер ауылында дүнияға келдім, білесіздер, енді 4 жыл ауылда жүргем, оқуға түсе алмай. Енді білім жетсе, ақша болмай, ақша жетсе, білім жетпей, әйтеуір 4 жылда жүрдім ғой, сөйтіп жаңағы. Сонда мен қазір ауылдан бастағым келіп отыр, енді Батыс Қазақстан облысы Ақбатер ауылында. Менің өзі көршілеріміз, біздің ар жағымызда Ресей Федерациясы 20 километр болғасын ба, ауылымыз интернациональный болды. Мен көршім жаңағы білесіздер, әрқашан айтып жүрдім, дядьколя тетнина. Оны білесіздер, дядьколя тетнина. Мына сол жағымызда біздің жаңағы көршілеріміз бол, 97 жылы көшіп келген Ришат деген татар отбасы көшіп келді, Ришат деген. Олар енді Ресейден көшіп келгенсін ба, олар қоян асырады. Сосын құйрығы бар жаңағы пингвин, павлин деген құс болды. Пингвин деппін ғой құрсын. Пингвин де болған шығар, ода бәрі болды бар ғой. Павлин деген құс болды. Бір қаздың бір түрлері болды, біз көрмеген жаңа. Бір зоопарк болды біз үшін, зоопарк кәдімгі. Зоопарк, ондай құстарды көрмегенбіз. Біз енді сиырмен қой бітті ғой, басқа ештеңе жоқ. Күнде соны қарап жүреміз. Мен как раз мектеп бітірген уақытым еді, ауылда жүрмін. Бір күні Ришат келіп тұр маған. Тұрсынбек, что случилось? Енді орысша былай білем ғой, өйткені дядьколямен сөйлесіп жүрдім ғой енді. Сөйтсем айтады, у вас, оказывается, собака есть деп. Мен айттым, собака бәрінде бар. У всех собака есть. Нет, у меня вот қоян бар, қаз бар, үркіп жатыр. Сен давай итіңді байлап қой деп. Мен ол кәрейт ол. Ақтөс кәрейт, аттап кетсең де қаппайды ол. Одан несін көріп жатсың, көріп жүрсің ғой. Ол сенің аулаңа кірмеді ол, уайымдамай қой. Кезінде Райхан деген апа тұрғанда кірмеген ол аулаға. Саған тем более кірмейді ол. Ол орысша білмейді вообще. Сен уайымдамай қойшы деп. Нет, все равно былай жүрген сайын олар қаппаса да үркіп жатыр деді. Я дедім де, Ришат айтты екен деп құрсын енді итті байлап қоям ба? Қартайғанда ол ит өзі. Сөйтіп екінші күні жұма күні, ол кезде газ жоқ, даладан ошаққа желпек пісіріп жатқанбыз, енді жұма ғой, майдың иісін шығарайық деп жаңа. Ришат тағы келіп тұр. Что воняет деп. В смысле воняет? Маслом воняет дейді. Мен айттым, бүгін жұма ғой енді. Майдың иісін шығарып жатырмыз. Егер майдың иісі мұрныңа барса, значит удался. Біздің мақсатымыз сол майдың иісін шығару. Өмірде өткен ата-бабамыздың құрметіне. Бір жаман түс көріп жатсақ, жамандықтың алдын алу үшін деп. Біз осылай бір желпек пісіріп, көршілерге тарататын дәстүріміз бұл. Қазір бір шелпек апарып берем деп қоям ғой жаңағы. Не айтарым білмекте бір итті көрді. А что собака до сих пор здесь? Байлап қой деді. Қойша, көршіңмен тату бол деген. Сол енді бір итке бола Ришатпен қырылып жүрем ба деп. Ақтөсті өмірімде бірінші рет байладым ғой байғұсты. Ана иттің өзі маған не тоғарады ғой. Соны Ақтөске айтма, кешке босатып жіберем, уайымдамашы деп. Сөйтіп жұма өтті, желпек таратты, үйттік бүйттік, әйтеуір жұма өтіп, кешке ұйқыға кеттім. Екінші күні таңғы 5-те тұрып алдым. Білмеймін, ұйқым келмейді, әншейінде тұрғыз алмайтын. Тұрып алып 5-те жүрмін, жаздың күні күн жап-жарық. Тыныштық па осы деп далаға шықтым. Шықсам Ақтөс жоқ. Байланып тұрған Ақтөс жоқ.
бір ойым Ришат алып кетті ма деп ойлап тұрмын. Бір ойым ойлап қоямын, Ришат не істейді оны құрсын. Қарап тұрсам, анандай жерде Ақтөс арт жақтан жүгіріп келе жатыр. Аузында қоян. Шошып кеттім. Көз алдында Ришат тұрғышы бар ғой. Ришаттың қандай екен білем. Күн сайын итті байла, бүйші аузына қоян алып жатыр. Ишана байғыз өліп қалған. Құлағы жер сүйреп келатыр. Батпақ, балшық ана қоян. Аузынан жұлып алдым. Не істеймін енді құрсын? Сасқан үйрек артымен жүзейді деп. Алдым да ана қоянды жудым ғой, не істеймін енді құрсын? Жуып, тазалап, бірінші рет өмірімді қоян жуып тұрмын ғой. Не то что жуып тұрмын, қолыма ұстап тұрмын. Алып, жуып, тазалап, сүртіп, Ришат ұйықтап атқанда ауласына кірдім де, қоян тұратын қорасы бар өзінің. Соған апарып есігін ашып, ішіне тастадым да, сыртынан жауып кетіп қалдым. Өзі өліп қалған екен деп ойласын деп. Сөйтіп үйге келдім, ал ұйықта енді, ал ұйықтай аласың ба? Преступление істеп келіп отырсың ғой. Былай дүмбекшіп, әйтеуір бір ұйықтап кетпін әйтеуір. Сағат 10-да тұрдым, тұрып алып Ришат келмесе екен, Ришат келіп қалмаса екен деп жүрмін ғой енді, уайымдап. Кімді айтсаң сол келеді деп, бір кезде Ришат келіп тұр. Түрі сұп-сұр, көз шығып кеткен. Чот не то, менде не то. Екеуміз бірімізге қарап тұрық, не то. Бір кезде маған бүй дейді, Тұрсынбек дейді. Ау десем, жет желпек қалай пісіреді. А что случилось десем, представляешь дейді. Кеше бір қояным өліп қалған дейді. Арт жаққа апарып көміп тастап едім ғой дейді. Таңертең тұрсам, қорасында жатыр дейді. Еще чистый дейді. Я сам в шоке. Как это деп қояды? Сосын Ришатқа айттым, жет желпек не үшін пісіретін түсінген шығарсыз енді біздің. Біз специально осылай жамандықтың алу үшін жет желпек пісіреміз. Мен саған рецептін берем деп қоям ғой жаңа. Енді мен әкеліп тастадым деп айтпаймын ғой енді құрсын. Сөйтсем біздің Ақтөстің кінәсі жоқ екен байғұстың. Ол арт жақтан өзі қазып алып үйге тамағын алып жатыр екен. Оны мен апарып тастап тұрмын ғой, қайдан білейін ол ұрлап алып келген шығар. Содан маған айтты, Тұрсынбек дейді, помоги. Мына қоянды қайдап барып жерлесем болады, қайтып келмейтін дейді. Сосын айттым, ауылдың сыртында бір шұңқыр бар. Соған тастаған жануардың ешқайсысы келген жоқ енді бар ғой. Сол шұңқырға апарып тастайық деп. Ты помоги деді. Конечно, помогу дедім. Енді өзім ғой виноват енді. Сөйтіп кеттік екеуміз қоян жерлеуге. Барғанша көңіл айтып бардым. Келгенше көңіл айтып келдім әйтеуір. Сөйтіп Ришат екеуміз жақсы дос болып қалдық бар ғой. Ана қоян екеумізді достастырды. Өйтпесе әрбір нәрсеге келе беретін еді. Анау бірдеңе, мынау бірдеңе. Содан кейін доспыз кәдім бар ғой. Біз өзі қазақ бар ғой, бір көрші не істесе, соны істейтін қалыппыз ғой. Көршің бір нәрсе өзі бар ғой, көрші таңда деген солау деймін бір. Бір көрші пысық болса, вообще жатқызбайды ғой үйге. Көршің дым істемейтін болса, рахат. Ана көршің бірдеңе істейтін. Біз сол мамам айтты, анау Ришат қаз асырап жатыр ғой. Қаз асырайық. Соғым күтіп отырамыз берді, күзде сойып аламыз ғой. Қаз асырайық та деді. Жемнен басқа, судан басқа дым керек жоқ екен ғой. Ришат екеуміз доспыз ғой. Ришатқа бардым, Ришат қалай? Қазды қалай асырайды? Тауық сияқты ма өзі? Жұмыртқа баса ма? Конечно. Қаз асырағың келіп жүр ма деді. Мен саған 10 жұмыртқа берейін, басып алыңдар деді. Бәтем 10-ы кім басады құрсын? Енді сиыр мен қой енді жұмыртқа баспайтын шығар. Өзің қаздарың бар, бірдеңе басқып ал деп қойып қойдым. Сөйтіп әйтеуір 10 балапан берді. Қаздың балапандарына дейін сүйкімді болады ғой. 10 балапан берді. Тез өседі екен. 4-5 айда кәдім қаз болып шыға келді. Аппақ қаз. Союға қимай жоқ. Бауыр басып қалдым ана қаздар. Үйге кіріп келсең алдыңнан жүгіріп шығады. Үйге кетсең артыңнан шығарып салады. Ондай адам жоқ бака ол кезде менде. Қарсылап алып шығарып салатын сені. Мамам қашан соямыз дейді. Мен әне давай 10 күн деп созып жүрмін ғой. А мына 10 жақ көршім дядь Коля бидайдан самогон жасайды. Сөйтсе сол күні әкеліп самогон жасаған, қалған атқот бидайын арт жаққа апарып төгіп тастаған ғой. Оны біздің қаздар барып жеген. Сылқ-сылқ құлап қалған ғой енді. Енді бидай емес қой енді, самогон жасалған бидай, білесіздер не болады. Арт жақтан Рауан деген досым бар, жүгіріп келіп тұр. Тұрсынбек, осы сенің қаздарың ойны осы. Арт жақта өліп жатыр дейді. Не болып кетті, біресе қоян өліп, біресе қаз өліп құрсын бар ғой. Жүгіріп барып қарасам, 10 қаз 10 жақта жатыр. Ішім удай ашып кетті. Мамама барып айтып едім, мамам жылап жатыр. Ойбай, айттым саған сойып алайық деп, қой құрсын, жыламаңызшы дедім. Құс қой енді, құс қой құрсын. Ата-бабамызда қаз асыраған адам жоқ. Енді бір іштен етпейтін, құс қойны, қоянның қасына апарып тастайын деп. Арбаға салып атсам, мамам айтты, бостан босқа лақып тастаймыз ба енді, обалы ғой құрсын. Жүн жұлып алайық деді.
жастыққа көпшікке керек болады ғой. Жүн жұлып алайық деді. Қазір жүн жұлып алуға болады екен ғой деп жаңа. Мамамыз екеуміз оңғасын дым қалдырмай жүн жұлып алдық. Бір жүн көрмегендей мойындағы жүніне дейін жұлып алдық қой кәдімгі. Дым қалдырған жоқпыз, ана байғұстан жүн қалған жоқ, бір тал бар ғой. Сөйтме керек қимай арбаға салып, ауылдың сыртындағы шұңқырға апарып тастадым. Келгенше ішім ауырып келді, жүрегім ауырып жаңа. Сөйтіп әйтеуір аулаға келсем, аулада да қаз жоқ, қаңқылдап отырған, ештеңе жоқ, бір настроением түсіп жүргем. Сөйтіп кеш болды. Қой келді. Қойдың артынан ауылдың тең жартысы, үлкені бар, кішісі бар. Улап, шулап келе жатыр. Не болып қалды деп, арт жаққа шығып қарасам, акасы біздің оңғас тұрған. Мен бірінші рет көрдім өмірімде бар акасы, құстың басы болып қалатын жаңа. Оңғас тұрған, ятай үстерінде дым жоқ. Жүн де жоқ, дым да жоқ бар ғой. Ана бар ғой, қазды жүнсіз көрген страшный екен бар ғой башыр. Анау біздікі ма деймін, реально біздің қаздар. Үйге қарай бірінің артынан бір қанқ деп келе жатыр. Ятай, не істеймін енді? Ішімнен тұрым, ойбай, біздің үйге келмес екен, асып кетсе екен деп атырым ғой жаңа. Асама олар. Үйге келіп тұрға, алдыма келіп тұрға қанқылдап. Ана ішіндегі жігіттер сұрайды, сенің қаздарың ба дейді. Мен қаздарым. Не істеп саған